Қазақта маңдайы терлемегеннің қазаны қайнамайды деген жақсы сөз бар. Осы тәмсілді әрдайым естен шығармайтын Майдакөл ауылының тұрғыны зейнеткер Алмасбек Ыбырайұлы балаларын ерте жастан еңбекке баулыған. Қазіргі таңда әке жолын қуған балалар да өзіне қолғабыс жасап жүр. Жастайынан еңбекке ерте араласқан ақсақал зейнет демалысына шықса да қарап отырмайды. Жыл сайын ағайын туыс және бала шағасымен бірге ауыл іргесінен жер алып бақша егеді. Диқан ағамыз биыл да жылдағы дәстүрден жаңылмады. Ерте көктемнен бастап 7-8 гектар жерге бақша дақылдарын егіп, жаз бойы бел жазбай еңбек етті. Ерте көктемнен басталған тынымсыз тіршілік еш кеткен жоқ. Бүгінде Алмасбек Нәукенің бақшасы жайқалып өсіп тұр. Арықтардың жиегінде піскен қауынның иісі мұрынды жарады. Бүгінде балаларынан атылған қауын қарбызды аудан орталығына апарып көтерме бағада өткізеді. Жазғы демалысқа Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларынан келген немерелердің де қуанышында шек жоқ. Алмасбек Нәуке қауын қарбыздан бөлек картоп, жуа, қызанақ, қияр сияқты дақылдарды да еккен. Осылайша қыстай бала шағасы жейтін бақша дақылдары мен көкөністерді дайындайды. Жаз бойғы еткен адал еңбектің арқасында Алмасбек Ыбырайұлының отбасы бұлардың еш қайсысын сатып алмайды.